Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен етті подлива мен спагетти дайындайтын боламыз. Қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеліп, видео ұнаса жақындарыңызбен бөлісіп, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдымен етті өз қалауларыңызға байланысты турап, оған 2 ас қасық соевой соус құйып, жақсылап араластырып, 15-20 минутқа маринадтап қойып қоямыз. Одан кейін бұл тағамға өз қалауларыңызға байланысты көкөністер қоссаңыздар болады. Мен пияз, картоп, сәбіз осыларды ғана қостым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай картошкаларды көбіктеп осылай турап алдым. Одан кейін сәбізді де көбіктеп, қатты ұсақ емес, видеода көріп тұрғандарыңыздай турап дайындап алдым. Пиязды да өз қалауларыңызға байланысты турасаңыздар болады. Мен пиязды ұсақтап турадым. Бұл тағамға қажетті ет маринадталып тұр. Көкөністерімді де кесіп дайындап алдым. Қазанымызды қыздырып алып, оған қажетіңізге байланысты сұйық май құямыз. Сұйық май қызғаннан кейін маринадталған етімізді қызып тұрған отта жақсылап қуыратын боламыз. Еттің суы сарқылғаннан кейін оған пиязды салып, тағы да жақсылап араластырып, 5 минуттай қуыратын боламыз. Пиязымыз қуырылған соң, көкөністеріміздің барлығын салып жіберіп, жақсылап тағы да 5 минуттай қуыратын боламыз. Өзіңіздің қалауыңызға байланысты дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен қара бұрыш пен тұз ғана қостым. Паприка қоссаңыздар да өте дәмді болып шығады. Одан кейін 2 ас қасық томат пастасын қосып, тағы да жақсылап араластырып, 5 минуттай қуырып аламыз. Барлығы жақсылап қуырылғаннан кейін су құямыз. Барлығы батып тұруы қажет. Бір араластырып жіберіп, 45 минуттай 1 сағаттай уақытта пісіріп аламыз. Подливамыз пісіп жатқанда біз екінші ыдысқа су құйып қайнатамыз. Қайнаған соң тұз саламыз. Подливамыз пісуге жақындағанда екінші ыдыстағы қайнаған суға қажетіңізге байланысты спагеттиларымызды салып пісіріп алатын боламыз. Спагеттиларымыз әбден қайнап кеткенше шанышқының көмегімен араластырып тұруды ұмытпаймыз. Өйткені олар бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Жабыспай әдемі пісу үшін осылай қайнап кеткенше араластырып тұрамыз. Спагеттиларымызды өте ұзақ қайнатпаймыз, өйткені езіліп кетуі мүмкін. Езбей әдемі қылып осылай пісіріп ыдысқа салып аламыз. Одан кейін қалауыңызға байланысты үстіне подливасын құятын боламыз. Мінекей біздің етті подлива мен спагеттиіміз дайын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша дайындап көріңіз. Сіздің отбасыңызға ұнайтыны сөзсіз. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын.